Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мінеки, қашықтықтан оқытудың бірнеше апталарын артқа тастадық. Бұл оқыту жүйесі мұғалімдерге қашықтықтан оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін терең меңгеруге мүмкіндік берді. Қазіргі таңда Балапан телеарнасында жүріп жатырған сабақтар, Дарын онлайн сабақтары, Білім онлайн платформалары мұғалімдердің жұмыстарының алға ілгерілеуіне көптеген септігін тигізіп жатырғаны сөзсіз. Осы орайда оқушының білім деңгейін тексеру мақсатында, оқушының сабақты қаншалықты меңгергенін байқау мақсатында, оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қалай орнатып жатырғаны туралы сіздермен іс тәжірибеммен бөліскім келеді. Оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланыстың әртүрлі әдіс-тәсілдері бар. Соның біреуімен таныстырып өтейін. Міне Google-дың беті. Google дискіға өтемін. Мен үнемі Google дискпен жұмыс жасаймын. Бұл жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Бірнеше мәліметтерді сақтауға болады, бірнеше жұмыстар атқаруға болады. Мой дискіға өту арқылы, мына Google формасы арқылы мен тест құрастырамын. Осы жақында қазақ тілі сабағында дара және күрделі етістікті өткен болатынбыз. Осы тақырыпты қорытындылау мақсатында мен тест құрған болатынмын. Бұл тесттің балаларға қандай пайдасы бар? Біріншіден, оқушы бұл тестті қызығушылықпен орындайды. Бұны телефонмен де, компьютермен де орындауға болады. Екіншіден, ссылка арқылы жіберілген тестті оқушы өздерінің қалаған уақыттарында ашып орындай алады. Үшіншіден, орындаған жұмыстарының бірден балын, яғни қорытындысын көре алады. Ал мұғалімге қандай пайдасы бар? Сыныбында 26 оқушы. Міне 26 оқушының 26-сы да қатысып отыр. Неше оқушы қатысып отырған бірден байқай аласыз. Екіншіден, статистикасы бар. Тест 10 сұрақтан тұрады. Әр сұрақта неше оқушы қалай жинап отырғанын байқай аласыз. Заттың қимылын білдіретін сөз табы деген сұраққа 26 оқушының 22-сі дұрыс жауап беріп отыр да, 4-еуі қате жауап беріп отыр. Немесе күрделі етістік неше сөзден тұрады? 26 оқушының 25-сі дұрыс жауап беріп отыр, 1-еуі қате жауап беріп отыр. Бұндай жұмыстың қорытындысы әрі қарай мұғалімге жұмыс жасауға септігін тигізеді. Қатемен жұмыстануға мүмкіндік береді. Әрі қарай мен жеке-жеке оқушылардың жұмыстарымен танысалам. Міне Шакибалов Ерғанаттың жұмысы бірінші сұраққа ол қате жауап беріп отыр. Екінші сұраққа дұрыс жауап беріп отыр. Әрі қарай оның Excel өзінің кестесі бар. Excel кестесінде оқушы орындап жауабын лақтырған бойда автоматты түрде осы кестеге уақытымен түсіп отырады. Міне әр оқушы әртүрлі уақытта орындағандары, олардың әрқайсының жинаған балдары және міне 10 сұрақтың қай сұраққа оқушы қалай жауап беріп отырған сіз жинақтап осы бір кестеде көре аласыз. Google формасына тек қана тест құрау үшін емес, оқушының көңіл-күйін байқау мақсатында да әртүрлі сұрақтар құру арқылы байқауға болады. Немесе ата-анадан мәлімет алу үшін бірнеше сұрақтар қойып, бір уақытта мәліметтерді жинақтап алуға өте ыңғайлы. Жүсіп баласағын айтқандай, біле бер, қанша білсең тағы тіле, жетерсің мақсатыңа біле-біле дегендей, біз бір-бірімізбен тәжірибе алмасу арқылы шығармашылығымызды шыңдай отырып, әлі де талай жетістіктерге жетемін деген ойдан назарларыңызға